Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші» дейді. «Неден пісіреп? Үйде көптен бері ұн жоқ». «Ей, кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып, уыс-мүйісін қырып, осылайша қалған құтқан ұнды жинап алсаң, бір бауырсаққа жетіп қалар». Кемпір шалының айтқанын істейді, бауырсақ жасайды. Пешін жағып, табасына май құйып, бауырсақты пісіруге қояды. Шал оны бірден жеп қояйын десе, бауырсақ тым ыстық екен. Кемпір бауырсақты суытайын деп, терезе алдына қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге, жерден шөпке, шөптен жолға түсіп, әрі қарай домалай жөнелді. Орманда оған қоян кездеседі. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін» дейді оған қоян. Бауырсақ оған былай деп жауап береді: «Мен атамнан кеттім, мен әжемнен кеттім, сенен де қоян, оппаңа кетіп қаламын» деп, әрі қарай домалай жөнелді. Оның алдынан қасқыр шыға келіп: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Қасқыр, жемеші мені, мен саған өлең айтып беремін» деп, атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып, ал енді қасқыр, сенен де кетем». Осыны айта сала бауырсақ әрі қарай сып етіп домалай жөнелді. Алдынан аю шығады: «Бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, аю, сен мені жеме, ал мен саған өлең айтып беремін. Атамды кеттім қалдырып, әжемді кеттім қалдырып, кездестірдім қоянды, оны да кеттім қалдырып, одан қасқыр жолықты, оны да кеттім қалдырып, сенен де аю кетемін» деп, бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. «Амансың ба бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзі қызыл шырайлы». Бауырсақ мақтағанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. Түлкі болса, қыбырын білдірмей жақындай береді. «Оңай құтыла алмайсың, менің тапсырмаларымды орында, жұмбақтарымды шешіп көр. Егер сен жұмбақтарымды шешсең, мен сені жемеймін. Алтында, қыста ақ, жазда сұр болады». Ол кім? Орман етеді, орманда ол жүреді. Жақсы, жарайсыңдар. Бауырсақ неден жасалады? Hey!
Thank